Мен номері 86 жалпы білім беретін орта мектептің 8-ші Ә сынып оқушысы Темірхан Саян Саятұлы. Мен өнер саласының бастамасында жүргеніме 6 жыл болды. Осы 6 жылдың ішінде вокал үйірмесіне қатысып ән айтып келемін. Менің жетістіктеріммен таныса отырыңыздар. Мен алғаш 2018 жылы Түркістан қаласында өткен республикалық дарабоз байқауының бас жүлде иегері атандым және республикалық ақкөгершін байқауында бас жүлдені алдым. Өзіме сеніп ары қарай халықаралық республикалық достар дауысы, Қарлығаш, Жарық жұлдыз, Жастар, Қазақстан Стар секілді байқаулардан бас жүлдені иемденіп келдім. Әрине, жеңіспен қатар жеңіліс те бірге жүреді. Солай дамып, даусым өзгеріп келе жатқан кезде Әлия Назарбаеваның жекеменшік жандану әлемі қоры бала дауысы ұлттық балалар ән байқауында финалист атанып, көрермен даусымен 3-ші орынға шықтым. Ең қуанышты кезім болды. Сонымен қатар, Ташкент қаласында өткен халықаралық жұлдыз арт байқауынан бас жүлдені алдым. Түркістан қаласында өткен жұлдызға қадам байқауында да бас жүлде иелендім. Тағы да басқа көптеген байқауларда жеңімпаз болып келемін. Жаратқаннан жылап, алақанды жайып,